Ассаламу алейкум, әкім мырза. Мен мына мәтінде бір ай бұрын арыз тастағанмын. Мекен жайым тіркелген, орным Тараз қаласы, микрорайон Көлтоған 604, тұрғылықты жерім жоқ, уақытынша әр жерде. Яғни қазіргі кездерде мен басқа мемлекет Қырғызстанда тұрып атқанымды ескерте кетейін деп отырмын. Арыз әлеуметтік жағынан осал тұлға ретінде тұрғын үймен кезексіз қамтамасыз ету туралы. Құрметті әкім, Қазақстан Республикасының Конституциясы 1 бабының 1 бөлігінде Қазақстан Республикасы өзін әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады деп көрсеткен. Осы ата заңымызда көзделген әлеуметтік жағынан осал жандарды мемлекетіміз қамқорлыққа алып, көмек көрсетудің міндетіне алған. Ал мен 1961 жылғы 26 желтоқсанда туылған зейнеткер ретінде әлеуметтік жағынан осал жандарға жатамын. Демек, Қазақстан Республикасының мемлекеті мен қамқорлыққа алып, көмек көрсетуге міндетті деп санаймын. Осы мән жайға сай мені қалалық пәтер алу кезегіне, яғни кезексіз өмірімнің ұзақ емес екенін ескертіп, пәтер алу құқығымды қамтамасыз етулеріңізді сұранамын. Және десе, мені қазіргі кездерде мұны арызда көрсетіп қойдым, мен Қырғызстанда тұрып жатырмын. Мен жаңағыдай бір кездескен кісі еді, бір кездесіп қалдық, сол кездерде мен жағдайымды айтып бүйтпейтін алғанымда, ол кісі әзірше сен менімен бірге жүргін, менің малшыларға істелген үйлерім бар еді деп, малханасының жанынан малшыларға істелген үйінің бір бөлмесін бөліп беріп қойды. Сол малшылармен жағаласып тұрып жатырмын. Ол кісі енді, ол кісінің де арманы тезірек осы Қазақстан мемлекетінен тезірек тұрғын үй алсаң екен, мынау менің малшыларыма жағы орынды босатып берсең екен деп отыр. Олардың да малшыларының шеттей бала шағасы бар, қыздары бар, солармен араласып, малшылармен бірге араласып, бір бөлмесінде мен тұрып жатырмын. Қазір енді мынау мемлекетімізде тұратын жер таппағаннан кейін, қазір көрші мемлекет Қырғызстанда тұрып жатырмын. Сондықтан қазір менің егерден хабарласу керек болса, менің телефон номерім +996 559 585 565. Осы телефон арқылы, WhatsApp арқылы хабарласып, маған мән жайды хабарлап отыруларыңызды, және маған деген тиемелді қаттылық қылмай маған берулеріңізді өтіне келіп, мен сіздерге айтып отырмын. Жақсы. Енді Сейдір Иванович, осы оған қатысты менде сізге бірнеше сұрағым бар. Біріншіден, Сейдір Иванович, сіз Қазақстан Республикасының азаматысыз ба бүгінгі таңда? Иә. Қазақстан Республикасы. Тұрғылықты жеріңіз қай жерде қазір? Тұрғылықты жерім жоқ болғаннан Қазақстан өшірдің пропискасын менің бір інішегім 2 бөлмелі временка сабаған. Сол 2 бөлмелі временкада әйел екеуі тұрады. Мен сол жерде пропискада тұрамын, пропискада. Тараз қаласында тіркелгенсіз? Иә, тіркелгенмін. Пропискада өшірдемін. Көлтоған деп тұр ғой мына жерде. Енді мен екінші мәселе. Тұрғын үй алу үшін кезекке тұрдыңыз ба? Осал топтың ретінде тұрғын үй кезегіне тұрдыңыз. Мен қанша рет келіп жатырмын, сіз тұрғызбай жатырсыз. Себебін сізге айттым ба? Себебін айттым ба? Себебін мен түсінбедім. Мына жерде былай болып тұр ғой. Енді Конституцияның 1 бабының 1 бөлігінде Қазақстан Республикасы өзін әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады деп көрсетілген ғой. Значит, біз сияқты осал жандарға жәрдем және бізді үймен қамтамасыз ету керек екендігі бұл жерде көрсетілген. Соған қарамастан біз әлгіге дейін алдыңызға кіріп жатырмыз. Біз өзімізге тиемелді тұрғылықты үй мәселесін ала алмай жатырмыз. Сондықтан біз көрші мемлекеттегі таныстарымыздың малханасын бір бұрышында тұрып жатырмыз. Оны айттыңыз, мен оны естідім, мен оны түсіндім. Енді мемлекет тарапынан тұрғын үймен қамтамасыз етіп осал топтары бізде 5 топ бар. Оны білесіз. Білесіз ба? Мен сізге түсіндіріп айтайын. Біріншіден, жетім балалар. Екіншіден, толық емес отбасы, жалғыз басты аналар, көп балалы аналар. Даусыңыз естілмей қала ма, жақындырып тұрайын. Мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп беретін отбасы, одан кейін әлеуметтік топ дейміз.
әлеуметтік топқа біздің зейнеткерлер, одан кейін мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасайтын қызметшілер кіреді. Менің сізге сұрағым, сіз жаңа айтып отырсыз, үй ала алмай жатыр. Мен сізге сұрағым, сіз кезекке тұрдыңыз ба деп. Сіз бүгінгі таңда мен түсінгенім, сіз жоқ дедіңіз, солай ма? Жоқ, кезекке тұруға келгенде кезекке тұрғызбай жатырсыз ғой, өзіңіз тұруға болмайды деп жатырсыз. Сіз айтып жатырсыз. Кезекке тұруға болмайды десе, ол кезекке тұру үшін заңмен қарастырған талаптар бар. Мысалы, ол кезекке мен тұра алмаймын. Нұржан Тоқберген ол тұра алмайды. Себебі ол әр кезек әлеуметтік мемлекет тарапынан әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтар кезекке тұра алады. Мемлекетте мұқтаждық па? Арызыңызды оқи қойыңыз. Егер сізді кезекке қоймай жатса, оған бір себеп болады. Себепсіз нәрсе болмайды. Иә? Себепті айтсаңызшы енді. Соның себебін анықтайық енді. Айтыңыз себебін қазір. Себебі қандай? Тоқтар, мына тағы айта кетейін. Мына жерде мен бір ай бұрын қоя тұрыңыз, мен біткенім жоқ. Бір ай бұрын мен арыз жазғанмын, арызыма мен жауап алып отырмын. Менің арызым жер бөлімін жағы не қылатын адамдарға өтіп кетіпті, сол кісілерге. Пәтер бөлетін емес, жер бөлетіндерге өткізіп жіберіпті. Қарындасым, мынаны дауыстап оқып беріңіз, мен көзім көрмейді. Оқыңыз. Мынау менің арызым, осы арызыма жағы арызыма жауап ретінде жіберіліп отыр осы. Осы бір ай бұрын берген арызым 14.04.2025 жылы. Демек, жер бөлетін басшыларға кетіп қалған. Олар жағы менің мынау арызымнан таныспағанда, не қылмағанда сізге жер беруге болмайды деп мерге жауап қайтарып қойып. Мен пәтер сұрасам, берді жер беруге болмайды деп бас десе құлақ деп қойыпты. Осыны сіз өзіңіз таныстыңыз, жауабымнан. Алдымен танысайық. Отырыңыз. Енді сіздің дауысыңыз естілмей қалмасын деп тұрмын. Естіледі, отырыңыз. Толығынан танысып шықтыңыз ба? Жауаппанан? Енді сіз осы 14 күн жаздыңыз ба? 14 күн жазғам, алған жауабым мынау. Жауабын алдыңыз. Мынау жауабым. Жер бермейді деп жазып жіберіпті. Мен жер сұрағаным жоқ қой. Пәтер сұрап отырмын. Жақсы. Бұл мәселені біз себебімен анықтап тексереміз. Нұржан Тоқберген. Бұл немқұрайлық қой бұл. Енді бізге де мүмкіндік берсек, беріп жатырмын. Сіз сұрақ қойдыңыз. Себебін мен анықтауға мүмкіндік беруіміз керек, солай ғой? Сондықтан мен себебін анықтап, неге сіздің арызыңыз жер қатынастар бөліміне түскенін мен анықтау керек. Солай қылыңыз. Өте орынды. Сондықтан тексеріс жүргізіңіздер. Жауапты адамдардың неге аталған арыз жер қатынастары бөліміне түскенін анықтап маған баяндаңыздар. Мен себебін анықтаймын. Егер жауапты мамандардың қателігі болатын болса, олардың жауапкершілігін мен міндетті түрде қараймын. Енді сіздің арызыңызды біз қазір қараймыз. Бүгін енді Бақытжан мырза, тағы айта кететін сөзім бар. Мен қазір тұрып жатқан жерімнен 15 мың теңге төлеп келемін. Осы арыздың жауабы мынау сообщениеге түскеннен кейін 15 мың теңге төлеп мен осы жерге келдім. Енді 15 мың теңге төлеп қайтамын, менен шығын шықты. Бірақ нәтиже жоқ. Енді сіздің мына жергілікті жеріңіз, тіркелген жеріңізге біз міндетті түрде жауабын жібереміз. Сообщениеге жіберіңіз. Жақсы. Телефонға дедіңіз, телефонға жіберем. Қосымша біз почта арқылы өзіміздің тұрғылықты мекен жайыңызға жібереміз жауабын. Мынау айтып отқан мәселеңіз мен міндетті түрде тексеріп ашамын. Жауапты мамандардың бұндай қателігі мен тексеріс ашып жауапкершілікке тартамын. Сондай болыңыз. Ал мынау үй кезегінен кезекке тұру арызыңызды біз қараймыз, Нұржан Тоқбергенұлы. Сіздің біріншіден мемлекеттік қорынан тұрғын үй алу үшін сіз құжат тапсыруыңыз керек. Тұрғын үй бөліміне қайырылуыңыз керек. Сол жерде сізге қажетті құжаттардың тізімін береді, сол құжаттарды сізге өткізуіңіз керек. Ол жерде бір нәрсе бар. Телефон нөмірін жазып беріп қойыңызшы, қыз жазып берсін. Егер сіз мына
сол әлеуметтік қорғауды қажет ететін санаттағы азаматтарға қойылған талаптарға сай келетін болсаңыз, біз сізді мемлекеттен тұрғын үй кезегіне қоямыз. Бақытты болыңыз. Алла разы болсын сізге. Үйіңізді кезекпен сәйкес аласыз. Ешқандай мәселе жоқ.